Сәлем сүйікті торпақтар, бұл 2025 жылдың шілде айына арналған толық жылды жорамал. Айтып өтейік, бұлай сіз үшін жылдың ең жақсы айларының бірі болмақ. Жұлдыздар сіздің жағыңызда, ал планеталар жағымды мүмкіндіктер мен жеңілдіктер сыйлауға асығады. Айдың басты тақырыбы шілдеде бұл тыныштық, тұрақтылық және әрине табыс. 2025 жылдың шілдесінде Уран сіздің белгіңізден шығып, тұрақсыздық кезеңінің аяқталғанын білдіреді. Енді сіз бұрынғыдан әлдеқайда сабырлы және сенімді боласыз. Бұл айда басты назар келесі 3 салада болады: қаржы мен табыс, балалар мен шығармашылық және жеке өмір мен отбасы. Астрологиялық маңызды күндерге тоқталатын болсақ, 4 шілде күні Венера планетасы егіздер белгісіне өтеді. Торпақтар үшін бұл сіздің 2-ші астероиде болатын құбылыс. Бұл кезде Венера сіздің қаржылық үйіңізге енеді. Бұл айда табыс тұрақты және қуанышты болмақ. Қымбат заттар сатып алғыңыз келеді. Сәнді киім, мысалы әшекейлер, оның бәріне сізде қазір ресурс табылады. Күтпеген сыйлықтар, ақша аударымдары, әсіресе басқа қаладан, мүмкін ол жолдасыңыз болсын, немесе туыстарыңыз болсын. Сонымен қатар пошта арқылы келген жағымды заттар болады. Мүмкін шетелден бір нәрсе сатып аласыз, немесе заказ бересіз, заказ орнатасыз, тапсырыстар. Қаржылық ағын жақсы, бірақ тәуекелді инвестициялардан аулақ болу керек бұл кезеңде. Келесі 7 шілдеде Венера мен Плутон үйлесімді аспекті құрайды 2 және 10 үйде. Бұл карьерада табыс, беделдің артуы, жалақы немесе бонустар көтеріледі. Жұмысқа байланысты жаңа ұсыныстар келеді. Оларды міндетті түрде қабылдау керек. Яғни, егер сіз кәсіпкер болсаңыз, сізге қандай да бір жаңа серіктестік, мысалы біреулер ұсынатын болса, барлығын қараңыз, көріңіз, бірден жоқ деп айтпаңыз. Немесе егерде сіз офисте жұмыс жасайтын, компанияда жұмыс жасайтын адам болсаңыз, бірақ сізге басқа жерден қандай да бір ұсыныстар келетін болса, міндетті түрде интервьюге барып тыңдап көріңіз. Себебі сіз күтпеген хабарлар немесе сіз күтпегендей, мысалы, контракт болып қалуы мүмкін. Сонымен қатар қаржы мен өзіңізге деген сенім күшейіп, әсіресе сол қаржыға байланысты немесе өзіңіздің жаңағы социальный статусыңыз өскенге байланысты сізде жаңағы самоуверенность деп айтады ғой, сеніміңіз өз-өзіңізге күшейе бастайды. Дәл осы күні, яғни 7 шілдеде Уран планетасы сіздің белгіңізден кетеді, 2-ші үйге қарай өтеді сіз үшін. Бұл қаржы, табыс, ресурстарға қатысты түбегейлі өзгерістер 7 жылдық кезеңін бастайды. Яғни, Уран планетасының белгі ауыстыруы алдағы 7-8 жылға көптеген өзгерістер әкеледі. 2025-тен 2032-33 жылдарға дейін. Енді сізде 2-ші үй болғандықтан тоқтылар үшін бұл ақшаға жаңағы тіке байланысы болады. Табыстың бұрынғыдай тұрақты емес, алуан түрлі жолдары пайда болады сіз үшін. Уран планетасының белгі ауыстыру туралы мен толық бөлек видео жасаймын, ал бұл жерде шілде айының жылды жорамалында тек қысқаша айтып кетіп жатырғаным. Келесі 10 шілде күні Тауешкі белгісінде ай толады, толық ай аспанда, ал тоқтылар үшін бұл сіздің 9-ші астероиде болатын құбылыс. 9-ші үй бізде шетелмен байланыс, ол виза рәсімдеу, ол оқуға түсу, немесе диплом алу, немесе магистратураға, мысалы, бір дипломды алып, келесі оқу орнына түсу, шетелге құжаттар тапсыру. Сонымен қатар сот істеріне қатысы бар. Егерде соттың айналасында істер болса, солар қазір сіз үшін оң жағынан шешіледі. Визалық мәселелер жылдам шешіледі. Шетелдегі туысқандарыңыз болса, солармен кездесесіз, немесе солардан жаңалық аласыз. Балаларыңыздың немесе немерелеріңіз болса, солардың өмірінде маңызды сәттер болады, солардан да хабарлама аласыз. Бұл 10 шілдеде
алыстағы армандар шындыққа айналатын күн деп те айтуға болады. 13 шілде күні күн мен солтүстік ай түйіні 3 астероидке тоқталады. Тоқтылар үшін бұл маңызды хат-хабар, жол жүру, әсіресе қысқаша сапарларға және келісім шарттарға қол қою. Сонымен қатар ағайын, туыс, бала немесе таныс арқылы жаңа мүмкіндіктер аласыз. Біреу арқылы, яғни. Сондықтан бұл жерде ағайын туысқа, туысқандарға немесе балаларыңызға, яғни қоршаған ортадағы адамдарыңызға қарым-қатынаста жылырақ болыңыз және жаңағыдай менсінбеушілік болмау керек. Бұл жерде үлкен, кіші деп біреумен диалог құрғанда сізге, яғни бұл жерде бұл адамдардың пайдасы тиюі мүмкін. Сондықтан диалог құрғанда соны есіңізге сала жүріңіз. Тағы да бір маңызды мәселе, бұл жерде қандай да бір шешім қабылдауға бір аспаннан түскендей бір идеялар келіп қалады, кейде адамға озарение деп айтады, сондай инсайттар болуы мүмкін сізде. Яғни бұл жерде сонымен қатар бір кішкентай таныстық немесе кішкентай ақпарат үлкен өзгеріске себеп болуы мүмкін бұл күндері. 13 шілде аралығында. Келесі 18 шілдеден бастап 11 тамызға дейін Меркурий планетасы артқа қарай жүреді, ретроградты болып, сіздің бұл 4-ші үйде болады. 4-ші үй бізде үй, отбасы, жылжымайтын мүлік сұрақтары, жөндеу жұмыстарын жасауға болады. Көшуге, сатуға немесе жалға беру бойынша қайта келісу, мүмкін бағасын өзгертесіз немесе шарттарын өзгертесіз. Үй ішіндегі ескі тақырыптар қайталанатын болады. Отбасындағы эмоционалды байланыс қайта қарастырылатын болады. Бұл уақытта үйде тәртіп орнатуға жақсы кезең және өткен нәрсені реттеуге қолайлы уақыт. Яғни 18 шілдеден 11 тамызға дейін осындай өткен нәрсені, бірақ аяқталмаған нәрсені соңына дейін жеткізуге болады. 22-23 шілдеде Марс пен оңтүстік ай түйіні сіздің 5-ші астероидте болады. Бұл шығармашылық серпіліс, бұл балалармен қарым-қатынас белсенділігі арта түседі. Эмоциялық шабыт немесе шиеленіс, қызығушылықтар өзгеруі мүмкін, яғни хобби өзгеруі мүмкін. Алда аяқ астынан саяхаттар, мысалы жоспарлаған саяхат емес, басқа бір жоспар жасамаған жерге кетіп қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар өнер саласында көптеген өзгерістер болады. Энергияны бұл жерде дұрыс арнаға бағыттаған дұрыс. Яғни барлық нәрсеге қызығып жабыспау керек. Бұл жерде өзіңізде мысалы қандай әсіресе хобби, жаңағыдай өнерге байланысты егерде бір айналысатын курс болсын таңдасаңыз өзіңіз үшін, оны тек қана сізге ұнап тұрғаны үшін емес, сіздің оған қабілетіңіз кішкене болса да болу керек. Яғни бостан босқа уақытыңызды, энергияңызды әрбір жерге тарата беруге болмайды. Келесі 24 шілдеде Арыстан белгісінде жаңа ай туады аспанда, ал сіз үшін бұл сіздің 4-ші астероидте болатын құбылыс. Бұл кезеңде үйді жаңарту, интерьерді өзгерту, жаңа пәтер алу идеясы болады. Отбасымен бірігіп демалыс ұйымдастырғыңыз келеді. Жаңа өмір кезеңіне іштей дайындала бастайсыз. Бұл кезеңде, яғни жаңа ай туған кезде, айдың соңында, шілденің соңында отбасы сіз үшін сіздің қуатыңыздың көзі деп айтуға болады, көзіне айналады деп айтуға болады. 25 шілде күні мұқият болу керек. Күн мен Плутон оппозициясы болады, яғни бір-біріне қарсы тұрады бұл екі планета сіздің 4-ші және 10-ші үйде. Яғни жұмыс пен үй арасындағы тепе-теңдікті іздейтін боласыз, баланс. Мүмкін жұмыс орнында мысалы жауапкершілік артып, сізді жаңағы жұмыс орнында өсіріп деп айтайық, лауазымыңыз өсіп, жауапкершілік артып, жұмыс көбейеді. Бірақ басқа жағынан үй ішінде мысалы адамдар сізді үйде болуды да талап етеді, яғни мүмкін жолдасыңызға көмектесуіңіз керек, балалармен де болу керек деген сияқты. Бұл жерде соған байланысты қандай да бір
шиеленістер туындауы мүмкін. Сондықтан жұмыс пен үй арасында кішкене баланс іздеу керек. Басшылықпен немесе отбасы мүшесімен пікір қайшылығы туындауы мүмкін бұл күні. Сондықтан эмоцияны бақылауда ұстау маңызды. Және 25 шілдеде маңызды шешімдер қабылдамаңыз. Оны кейінгі күндерге қалдырыңыз. Әсіресе шілде айының соңына 31 шілдеге қалдыруға болады. Себебі айдың соңында күн мен ретроградты Меркурий қосылады сіздің 4-ші астроүйде. Бұл кезде энергия күшейе бастайды, жаңа идеялар, отбасылық жобаларға қатысты болады. Жөндеу, сатып алу, төлемдер бәрі жылдам өтеді, сізге оң жағынан шешіледі. Қонақтар келуі мүмкін, немесе туысқандармен бір жиналыс болуы мүмкін, жақсы отырыс болуы мүмкін. Шешім қабылдауға асықпау керек, бірақ бәрі не болса да ретімен келеді. Айтады ғой кейде жаңағы плыть по течению деген сияқты кейбір сұрақтарды міндетті түрде бірден шешіп керек жоқ, өздері өзінің орнын табады. Шілде айында сонымен қатар тағы да 2 астрологиялық маңызды оқиға бар. Ол 1-12 шілде аралығында Нептун планетасы, интуицияның планетасы сіздің 12-ші астроүйде болады, торпақтар. Бұл интуицияңызды артады. Интуицияңыз бұл кезеңде артады. Бұл кезде біз жаңағы вещи сон деп айтады ғой, орындалатын түстер көруіңіз мүмкін, немесе түс көргенде соның ішінде белгілер көруіңіз мүмкін. Өмір бағытын қайта қарайтын уақыт және құпия, махаббат немесе отбасы тақырыбында сізде терең ойлар туындайды. Бұл жаныңыздың жаңғыратын кезеңі. Және 2-ші оқиға ол Сатурн планетасының 12-ші үйде тоқтауы. Бұл 10-16 шілде аралығында болады. Бұл жерде рухани тәжірибе, ішкі ойлар көбейеді, тынығу, жалғыз қалу қажеттілігі болады. Яғни өзіңіз бір жерде жалғыз қалып, мысалы демалу немесе ойларыңызды жинақтау, қайта жоспарлау, шынайы басымдықтарды анықтайтын уақыт. Қорытындылайтын болсақ, қымбатты торпақтар, 2025 жылдың шілдесі сізге қаржылық сенімділік бірінші орында әкеледі, жаңа шабыт береді және отбасыда тыныштық пен қуаныш әкелетін уақыт. Планеталар сізді қолдайды. Бұл жылы әрі жарқын ай, ескі тұрақсыздық кетіп, орнына сенімділік келеді. Жаңағы айтылған Уран планетасының 7 жылға орын ауыстыруы өте сіз үшін үлкен өзгерістер әкеледі. Сіздің басты міндетіңіз мүмкіндіктерді жіберіп алмау және эмоцияңызды оң арнаға бағыттау. Құрметті торпақтар, мен сіздерге сәттілік тілеймін. Арнаға жазылыңыз, тағы да кездескенше.